Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Зейнетақы қорынан ақша алу ережелеріне өзгеріс енгізіледі. 1 шілдеден бастап күшіне енетін жаңа әлеуметтік кодекске сәйкес зейнетақы қорынан ақша алу ережелеріне де өзгерістер енгізіледі. Бұған дейін ауыр еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлер міндетті зейнетақы жарнасы мен кәсіптік зейнетақы жарнасына баспана алуға немесе емделуге жұмсай алатын еді. Бұдан былай, бір жолға зейнетақы төлемін алар кезінде бұл жұмысшылардың кәсіптік зейнетақысы жарнасы есептелмейді. Демек, азаматтар жарнаны бұл түрін үй алуға немесе емге жұмсай алмайды. Есесіне, сенімгерлік басқаруға береді, еш кедергі болмайды. Міндетті зейнетақы жарналары және де міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушысынан сенімгерлік басқаруына беру кезінде зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктік кішірейтуі бұдан былай ескерілмейді. Әлеуметтік кодекс күшіне енген кезден бастап салымшы аталған зейнетақы жинақтарының 50%-на дейін ИПВ-ның сенімгерлік басқаруына беруге құқылы делінген құжатта. Сонымен қатар, азаматтар бір жылға зейнетақы жолыменен жақын туыстарына, деміне немесе баспана жағдайын жақсартуға жұмсай алады. Жақын туыс санатына ата-ана, туған немесе асырап алған балалары, асырап алушылар, ата-әже және де немерелер кіреді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.